яғни бұл спрединг нәтижесінде континенттердің жағалауларының жылжып, яғни мұхиттық литосфералық тақталардың қозғалысы немесе солардың яғни қақтығысы нәтижесінде жер бедерінің қалыптасуы, яғни ірі қатпарлы аймақтардың қалыптасуы, жаңағы жастау қатпарларының қалыптасуы осы коллизия үдерісіне байланысты. Білім келбеу бағыты үнемі жылжитын базар қабатпен жаппай көмкерілуі және бұл суретте біз осы процесті көріп жатырмыз. Яғни бұл Оңтүстік Америка, Африка, Австралия, Антарктида құрлықтары. Мысалы, төменде көрсетілген еде А суретінде. Енді осы сұрақ жарық бойында. Яғни осы процестің болуына негізінен санаталық тектоникалық отырған абзацта жарық бойында